Сәлем балалар, жаратылыстану 2 сынып тақырыбы 6 сабақ. Өсімдіктер жылдың әр мезгілінде қандай өзгеріске ұшырайды? Өсімдіктердің маусымдық өзгерістерін күнтізбесін жаса, суретті рет-ретімен ат. Әрбір жыл өсімдіктері тіршілігіне өзгеріс әкеледі. Қыста өсімдіктер ұйқыға кетеді, алдымен ағаш, бұта, шөп қолайсыз ауа райына дайындала бастайды. Өсімдіктердің маусымдық өзгерісінің күнтізбесі. Бұл күнтізбе өсімдіктердің жыл болған негізгі даму кезеңін көрсетеді. Қыс, желтоқсан, қаңтар, ақпан. Желтоқсан өсімдіктердің терең ұйқы кезеңі. Қаңтар қыстың ең суық айы, өсімдіктердің ең суық шыңы. Ақпан ай соңына қарай өсімдіктер өсуге дайындала бастайды. Көктем наурызда ағаштар мен бұталарда бүршіктер ісініп ашыла бастайды. Сәуірде алма, алмұрт, шие, өрік және көптеген бұталардың жемістері гүлдейді. Ағаштар мен бұталардың жапырақтары жайылады. Мамырда көптеген орман және дала өсімдіктер гүлдейді. Сабақ, жапырақтардың өсуі жалғасады. Гүлденген өсімдіктерде жеміс түйіндері пайда бола бастайды. Өсімдіктердің маусымдық өзгерісінің күнтізбесі әрмен қатар жалғастыратын болсақ, маусым көптеген жабайы және мәдени өсімдіктердің гүлдену кезеңі. Жемістер мен тұқымдардың дамуы мен өсімдіктер жаппай жасыл түске енеді. Шілде ерте пісетін жидектер мен жемістер құлпынай, таңқурай, шие піседі. Жүгері күнбағыс гүлдей бастайды. Өсімдіктер қысқа дайындық ретінде тамырлар мен сабақтаны қоректік заттарды жинайды. Тамыз көптеген жемістер, көкөністер, тұқымдар піседі. Піскен тұқымдардың таралуы басталады. Ерте пісетін ағаштар мен бұталардың жапырақтары түсін өзгерте бастайды. Күз, қыркүйек ағаштар мен бұталардың жапырақтары сары, қызыл, қоңыр түстерге енеді. Жаппай жапырақ түсу басталады. Алма, алмұрт, асқабақ сияқты кеш пісетін жемістер жиналады. Қазанда өсімдіктердің өсуі тоқтай бастайды. Өсімдіктер суыққа төзімділігін арттырады. Қарашада өсімдікті терең ұйқыға кетеді. Ағаштар жапырақсыз қалады. Алғашқы қар жерді жауып, өсімдіктерді суықтан қорғайды. Бұл күнтізбе өсімдіктер әлеміндегі жылдық өзгерістердің жалпы суретін береді. Әр аймақтың өзіндік ерекшеліктеріне байланысты нақты мерзімдер өзгеруі мүмкін екенін ескерту қажет. Зерттеу жұмысы жоспары жаз қайда кетті деген тақырыпта тәжірибе жұмыс жүргізеді. Жапырақ түскен орын бұл жапырақ табанның ізі. Ол жерде жапырақтың ізін көруге болады. Орында жапырақ ізі немесе жапырақ түбі, кейде кішкентай тыртықша қалады. Бүршікті ашқанда егінді лупамен қараса, оның ішінде кішкентай жапырақтар мен гүлдің бастамалары көрінеді. Бүршік сыртынан қабыршықтармен қапталған, ал суық пен құрғақтан қорғайды. Лупамен қарағанда ұсақ жапырақтар жасыл, бірі тамырланбаған ұштары анық көрінеді. Мына жердегі біз 6 сұраққа жауап бердік. Енді кесте түрінде берілдік. Мысалы, бүртегіл, яғни сиренді алатын болсақ, жапырақ бүршігі, гүл бүршігі деп аталады. Қысқаша сипаттамасы ірі, ұшағы, сүйір, қара, қоңыр түсті. Үйеңкі, клен, жапырақ бүршігі домалақ, ірілеу, көбінесе қызғылт қоңыр болады екен. Бүршіктердің сырты неліктен қалың қабыршықпен қапталады. Өсімдіктердің қандай топтарда осындай өзгерістер болады екен. Бүршіктің сыртының қалың қабыршықпен қапталуының себебі өсімдікті қолайсыз жағдайларда, мысалы қысқы суықтан, құрғақшылықтан немесе зақымданудан қорғайды. Бұл қабыршықтар әдетте тығыз орналасқан, жиі балауыз немесе шайыр тәрізді заттармен жабылған жапырақтар болады. Олар бүршіктің ішіндегі нәзік өсу нүктесін және жас жапырақтарды жекелетіп, олардың зақымдалуын болдырады. Бүршіктері қалың қабыршықпен қапталған. Өсімдіктер қоңыржай, суық, климатты аймақтарда өсетін түрлерде кездеседі. Оларға келесі топтар жатады. Көптеген жапырақты ағаштар, мысалы емен, еңкі, терек, қылқан жапырақты ағаштар, қарағай, шырша, қысқа дайындық ретінде бүршіктердің қалың қабыршықтарымен жабады. Кейбір көпжылдық шөптесін өсімдіктер, тамырсабақтар, түйнектер қыстап шығатын қорғаныш қабыршықтармен қапталуы мүмкін. Бұл бейімделу өсімдіктер жылдың қолайсыз мезгілдерінде тіршілік әрекеттерді тоқтатып, келесі кезеңге дейін тірі қалуға мүмкіндік береді екен. Төбе бүршігі, бүршіктер, буын аралығы, жанама бүршік, яғни жаңада шығып келген жапырақтың буын, жапырақ қолтығы және сабағы екен. Үшінші, маусымдық табиғат құбылыстарының аттарын оқы, оларды топтарға бөл. Өз таңдауында түсін. Маусымдық табиғат құбылыстарын топқа бөлінеді. Көктем, бүршік жару, гүлдеу, тұқымның өнуі, жаз, жемістердің пісуі, өсуді тоқтату. Кейбір өсімдіктер күз, жапырақтың тасу, қабықтың қалыңдығы, жыл бойы өсу өзгереді. Қорғаныш қабаты ретінде маусымға бейімделеді.
Маусымдық өзгерістерге байланысты көктемгі құбылыстар бүршік жару, гүлдеу, тұқымның өнуі, жазғы құбылыстар жемістердің түсуі, өсуді тоқтату, ал қысқы құбылыстар қабықтың қалыңдығы, аязға қорғаныш береді. Күзгі жапырақтарға қара. Олардың қандай ағаштан түскенін анықтай аласыңдар. Қай ағаштың жапырағы қызарған, қай ағаштың жапырағы сарғайған. Күзде жапырақтар әртүрлі қызыл, күлгін, қоңырқай, қызылға бойлатын ағаштар бар. Мысалы, үйеңкі, әсіресе қызыл үйеңкі мен қант үйеңкісі сияқты түрлері күзде жарқын қызыл, қызғылт, сары және сарғыш түстерге бояды. Ал емен, көптеген емен түрлерінің жапырақтары күзде қоңыр, қоңырқай, қызыл немесе қызыл түскен еді. Алма ағаштары, қарағай түрлері қызыл жапырақты ағаштар, олардың жапырақтары күзде қызыл түске бояды. Қайың, оның жапырақты күзде ашық сары түске бояды, өте әдемі көрінеді. Терек жапырақтарды күзге алтын сары түске өзгереді. Жөке жапырақтар күзде ашық сары түске еді. Шие жапырақтары күзде сары немесе қызғылт сары түске бояды екен. Жалпы жапырақ түсінің өзгеруі күннің қысқаруы, температураның төмендеуі, жарықтың азаюына байланысты. Ол ағаштардың қысқа дайындалып, қоректік заттардың діңі мен тамырларының жинақтауына мүмкіндік береді. Табиғат жылдың барлық мезгілінде әсем, әсіресе күзде құлпырып кетеді. Күздің сұлу бейнесінің суретін салып, оны фотосуретке түсіріп сақтап қой. Өзің тауып кептірген кәдімгі өсімдікті де сақта. Мысалы, кеппе шөп жасау арқылы туған өлген өсімдер туралы көбірек мәлімет аласың. Кеппе шөп, яғни гербарий дегеніміз кептірілген өсімдіктердің тобы. Кеппе шөп дайындау жоспарын зерделеу. Оны дайындауға не қажет болады? Өсімдіктерді ауа райы құрғақ кезде жина. Өсімдіктен тек бірнеше жапырақ пен гүлді үзіп ал. Қызыл кітапқа енген сирек кесетін өсімдіктерді жұлма. Өсімдікті екі таза қағаз парақтың ортасына салып кептір. Өсімдікті қатырғы қағазға бекіт, атын жаз. Өзің тұратын жердегі 5 түрлі өсімдіктің кеппе шөп жаса дейді. Мысалы, жусан, суретіне қарап тұрсақ, бақбақ, одан кейін жол желкен, 3-ші, түймедақ, 4-ші, түймедақ, 5-ші, және емен 4-ші болып тұр. Енді өздерінің маңайларында, жерлерінде осындай өсімдіктер өсетін болса, жаңағы біз алдында айтып өткендей, осыларды таза қағаз бетіне салып, оны кептір. Шөптесін өсімдіктер қысқы аяздан неліктен түсіп кетті? Шөптесін өсімдіктердің қысқы аяздан қорғануы көп жылдық өсімдіктің жер үстіндегі бөлікті сабақ, жапырақ күзде өліп қалады. Бірақ олардың тіршілік бөлшектері тамыр сабақ, түйнек, пиязшық тамыр топырақтың астына қалып қыстайды. Екінші, қысқы ағаштарды бір-бірімен қалай ажыратуға? Тұрақсыз ағаштарды ажырату үшін бүршіктердің пішіні домалақ, ұзынша, конус тәрізді, әр ағашта әртүрлі болады. Қабығы түсі ақ, қара, қоңыр, сұр. Құрылымы тегіс, қыртысты, қабыршақты және жарылу сипаты, мысалы, қайың ақ қабағы, еменнің терең жарқышақты қабығы. Ағаштар қандай маусымдық өзгеріске ұшырайды? Көктемде топырақ еріген кезде томырлардан су мен қоректі заттар жоғары көтеріле бастайды. Бүршіктер жарылып, жас жапырақтар мен гүлдер пайда болады. Көптеген ағаштар жапырақтар шықпай тұрып гүлдейді. Мысалы, қайың, терек. Жаз жапырақтар толық ашылып, күн сәулесін сіңіріп, ағаштың өсуіне, діңнің жуандауына, өркендеуіне ұзаруына әсер етеді. Балалар, бүгін біз шөптесін өсімдіктердің маусымдық кезінде қалай өзгеретіні туралы білдік. Сабақ аяқталды.